7 сынып физика башарлоо кітабынан 115 беттегі 4-4 жаттығудың 3 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп: гидравликалық машинаның кіші цилиндрінің диаметрі 4 см-ге тең, ал үлкеннікі 50 см. Бұл машина күштен қандай ұтыс береді дейді. Ең бірінші біз жазуымыз керек. Гидравликалық машинаның формасы F2-нің F1-ге қатынасы ол тең болады S2-нің S1-ге қатынасына. Енді біз жалпы F2-нің F1-ге қатынасын табу үшін аудандарының қатынасын табуымыз керек. Ауданы бізде диаметрлері берілген. Жалпы аудан есептеу үшін PD2-нің квадраты бөлінген 4 болады. Ал келесі аудан бізде PD1-дің квадраты бөлінген 4. Сонда PD2-нің квадраты бөлінген 4 көбейту орындар болса 4 PD1-дің квадраты болады. Мынау пи мен пи қысқарады, 4 пен 4 қысқарады. Ал енді мына жерде D2-нің квадраты, мына жер D1 квадрат болады. Енді есептейтін болсақ, сонда 0,5-тің квадраты бөлінген 0,4-тің квадраты 156-та 25 болады екен. Біз күштен 156-та 21 есе 30 аламыз. Екінші есеп: бізде гидравликалық пресс 2,7 оның 5 дәрежесі ньютон күш өндіру керек. Кіші поршеннің диаметрі 3 см, ал үлкеннікі 90 см. Кіші поршенге қандай күш түсіру керек дейді. Біз жаңағы форма F2-нің F1-ге қатынасы ол тең болады екен D2 квадрат бөлінген D1 квадратқа. Енді маған осы жерден керек нәрсе F1. F1 бұл жерден бізде тең болады неге? F2 көбейту D1 квадрат бөлінген D2-нің квадратына. Сонда бізде F1 деп отқанымыз F2 2-де 7, 10-ның 5-ті көбейтем 0,09 бөлінген 0-де 81. Сонда бізде шығады 0,03 көбейту 10-ның 5 дәрежесі ньютон. Немесе бұны біз жазуымызға болады 3 көбейту 10-ның 2 дәрежесі ньютон, немесе 300 ньютон деп. Келесі: гидравликалық пресстің кіші поршеннің ауданы 5 см квадрат, ал үлкен поршенікі 500 см квадрат. Кіші поршенге 400 ньютон, үлкен поршенге 36 кН күш әрекет етеді. Бұл пресс күштен қанша ұтыс береді? Пресстің күштен максимал ұтыс бере алмайтын себебі неде? Поршен мен пресс қабырғалары арасында үйкеліс күші жоқ болған жағдайда бұл пресс күштен қандай ұтыс беруі тиіс еді дейді. Енді қараңыздар, жалпы күштен қанша есе ұтыс береді? F2 F1 табу керек, және де S2-нің S1-ге қатынасын табуымыз керек. Бізде ең бірінші F2-нің F1-ге қатынасын табатын болсақ, бізде күштен қанша есе ұтыс беретін шығады. F2 бізде 36 кН, ол 36 10-ның 3 дәрежесі ньютон, ал F1 деп отқандарың 400 ньютон болады. Енді мынаның 2 нөлі мен мынаның 1 нөлі қысқарып 2 нөлі қысқарады да 10-ның өзі қалады. Ал енді бізде 36 мен 4 қысқарады да 9. Сонда 90 есе 30 аламыз. Ал енді S2-нің S1-ге қатынасын табатын болсақ, бізде 500 см квадрат деп отқандарың 510-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат, ал 5 см квадрат деп отқандарың 510-ның минус 4 дәрежесі. Мына жерде 10-ның минус 4 пен 10-ның минус 4 қысқарады. 500-ді 5-ке бөлетін болсаңдар 100 есе болады. Осымен есеп аяқталды. Менің сабағым ұнаса каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар, все қоңырау жазын басып қойыңдар.